видео тақырыбында суда еритін заттарды, ерімейтін заттарды және суда нашар еритін заттарды анықтадық. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге сипап сезу мүшесінің маңыздылығын түсіндіремін. Сонымен адамның көзі жұмық тұрса да, ол сипап сезу мүшесі арқылы кез келген затты таба алады. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге иіс сезу мүшесінің маңыздылығын түсіндіремін. Бұл ненің иісі деп ойлайсың? Ал бұл ненің иісі? Сонымен біз көзімізді жұмып тұрсақ та, иісті жақсы сезетінімізді білдік. Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге дәм сезу мүшесі адамға деген маңыздылығын түсіндіретін боламын. Сонымен біз дәм сезу мүшесі қалай жұмыс жасайтынын білдік. Бүгінгі сабақ бойынша қай топырақ құнарлы екенін және ағаш көшетін қай топыраққа өсіретінін анықтадық. Тәжірибе бойынша ең құнарлы топырақ қара топырақ екенін білдік. Тәжірибеде біз суға тары қоссақ, ол еріп кетпейді, ал егер қант салсақ, еріп кетеді. Соны білдік.